Мынау 3-20 микрорайон Каспий банктың артындағы дом. Мына жағында 21 бар, міне 22 бар. Мына өзен сантехниктің балдары міне. Подвалдан жұмыс жасаймыз деп, подвалдың астында өзен жылу, өзен сантехник, канализация, мұздай су шіріп ағып жатыр, тұрғалар жарылып. Екі жігіт астында жұмыс жасаймыз деп, тоққа түсіп өліп қалған. Кескалардан контроль жоқ, қарайған ақшаны халықтан жиып отыр күнде алып, ай сайын. Мында неше квартира бар. Бәрінен ақша алады. Сантехник білмеймін. Каждый мекеме 40 ақша алады. Бірақ бір адамнан бір мекемеден толық жоқ. Подвалдың бәрі шіріп жатыр. Мекемелерге контрольге арыз жазсақ, бір-біріне сілтейді. Ой, ананікі, мынанікі ағып отқан суды. Ең соңында не за что рабочий балдар өліп жатыр, 50-60 мыңға жұмыс жасап жүр. Бастықтары міне тұр. Дым білмеген адам құсап, бастарынан шайқап. Осылардың бәрін контроль жасайтын үкімет қаяқта, мекемелер қаяқта үстерінен қарайды. Бәрімізде өз подвалға түсірек керек кезде. Үйімізде порыв болады, су ағады. Бәрімізде бір күн өстіп өлетін шығармыз тоққа түсіп. Потому что ең бірінші очередь КСК осының бәрін контроль жасайтын. Халықтың атынан арыз жазып, халықты көтеріп, тіреуіт етіп, астарын тазалату керек, суларын тыйғызу керек. Жоқ, ауыз жаласып алған техничный өзара ақшаны бөліп, ешқандай польза жоқ. Осы мекеменің бәрін үшін керек, асты бытыш болып отыр. Үкімет қайда, үкімет осын тексеретін.